Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті мұсылман бауырлар, Медина қаласында 107 жастағы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мешітінің жамағаты болған қария қайтыс болды. Оның есімі Мұхиддин Хафизулла еді. Бұл қария Құран хафизі болған деседі. Мұхиддин Хафизулланың отбасы да, бала-шағасы да жоқ болған. Ол қайырымды жандардың бірі берген бөлмеде ғана тұрған. Құрметті біздің арнамыздың көрермендері, бастамас бұрын Аллах разылығы үшін ролигімізге лайк басып, достарыңызбен WhatsApp, Telegram сияқты мессенджерлерде және де әлеуметтік желілерде видеомыздың сілтемесімен бөлісіп, ұнап жатса пікір қалдырып жатсаңыздар жақсы болар еді. Себебі бұл роликтердің таратылуына үлес қоссаңыздар, Аллахтың қалауымен сіздерге сауап жазылады. Лайым солай болғай, және де өтініш болсын, бауырлар, роликтерді соңына дейін көрсеңіздер. Ал біз бастайық. Сауд Арабиясының бақ өкілдері Мединада пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мешітінің ең қарт жамағат мүшесі шейх Мұхиддин Хафизулланың қайтыс болғанын, сенбі күні оған жаназа намазы оқылғанын хабарлады. Бұл жаңалық әлеуметтік желілерде қызу талқыланды. Адамдар шейх үшін Аллах тағаладан мейірім мен кешірім сұрап, жәннаттың ең биігі фирдауста болуын тілеп жатқанын құрметпен айтты. Хафизулла 50 жылдан астам уақыт бойы қасиетті мешіттің ең танымал келушілерінің бірі болды. Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Хафизулланың жаназа намазы ол өмірінің көп бөлігін өткізген пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мешітінде оқылып, ол пайғамбар сахабаларының қабірлері орналасқан жақын маңдағы Әл-Бақи зиратына жерленген. Бұл кісі туралы мешіт жамағаты мүшесінің бірі былай деді: мен онымен 30 жыл бойы жамағат намазын оқу үшін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мешітіне барар жолда жолығып жүрдім. Оның үйі пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам мешітінен 3 шақырым жерде орналасқан болатын, және азанға 2-3 сағат қалғанда ол үйінен шығып кететін. Жол бойы зікір айтатын. Хафизулла ғибадат пен тақуалықтың адамы еді. Ал жүргенде көзі жерге түсіп, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мешітіне жеткенше ештеңе байқамайтын. Ол таң намазын пайғамбар мешітінде оқып, күн шыққанға дейін сонда болатын, сосын үйіне қайтып оралатын. Түске дейін тағы да пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мешітіне бесін намазын оқуға баратында, құптан намазы біткенше сонда болатын. Бұл ақсақал пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мешітінің ең көне келушісі болып саналды. Ол 50 жылдан астам уақыт бойы қасиетті мешіттің ең атақты жамағат мүшелерінің бірі болды. Бұл мұсылман кісі бар жанын Аллах тағалаға құлшылық етуге арнаған жан еді. Куәгерлердің айтуынша, оны қолында Құран кәрімсіз көрмеген. Сондай-ақ бірнеше ондаған жылдар бойы ол пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мешітінде бірде-бір жамағат намазын қалдырмаған деседі. 107 жастағы Хафиз Мұхиддин Хафизулла жұма күні маусымның 18 жұлдызында қайтыс болды. Ол сенбі күні таңертең Әл-Бақи зиратында жерленді. Бұл Мединаның ең басты зираты. Мұнда Аллах елшісінің, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, әулетінің көптеген мүшелері, атақты сахабалары, сондай-ақ белгілі қайраткерлер мен салих адамдар жерленген. Аллах тағала Мұхиддин атамыздың жанын жәннаттан етсін деп тілейміз. Бауырлар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге Аллах разы болсын. Арнамыздағы басқа да роликтерге мән беріп көрсеңіздер, назарларыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.